отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырым. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Көктөбе селолық округінің географиялық жағдайы: жер көлемі 41.801 гектар, халық саны 450 адам. Елді мекендері: Майтөбе селолық округ орталығы, Көктерек, Болат. Аудан орталығының қашықтығы 100 км. Шекаралары: солтүстікке Ресей Федерациясы мемлекеті, батысы Қарғалы ауданы, шығыста Тасөткел округы және Көктау поселкесі, оңтүстік жағында Аққұдық, Қызылсу округтері. 1961 жылдан бастап Көктөбе кеңшарының басшысы болып жұмыс істеген азаматтар: Алепов Амантай, Баймағамбетов Шалғынбай, Тулин Бекпан, Мальжанов Сағынай, Бейсенбаев Нұрахмет, Сатмұхамбетов Берік, Останғазиев Сегізбай, Жоламанов Абдығали, Косуаков Ержан, Ташенов Қайрат, Сатмұхамбетов Берік, Зеңген Арыстанғали. Көктөбе селолық округын Ор өзені қиып өтіп, Орынбор облысы арқылы Жайық өзеніне құяды. Көктөбе кеңшары негізінде мал шаруашылығымен айналысқан. Кейбір жылдың көрсеткіштерінде қой басы төлімен жазды күндері 70 мыңға дейін жеткен. Ірі қара 4000 бас, жылқы 500-550 басқа дейін болған. Бүгінде Көктөбе селолық округінде жеке шаруашылық 10 қожалығы бар. Олар негізінен мал өсірумен және шөп дайындаумен айналысып, ауыл тұрғындарын шөппен қамтамасыз етеді. Тұрғындар әр салада жұмыс жасайды. Көпшілігі, әсіресе жастар жағы, Көктау поселкесіндегі Ақтөбе мыс компаниясында жұмыста. Ауылымызда 1987 жылы ашылған мектепте 17 мұғалім, 65 бала білім алуда. Майтөбе орта мектебінің жанында Балдәурен Бөбекжай балабақшасы, акимат және де кітапхана жұмыс жасайды. 2002 жылы орнатылған шекара бөлімшесі бар. Қазіргі жетістіктеріміз: Ақтөбе мыс компаниясының қолдауымен 2013 жылы Көктөбе ауылдық округы көгілдір отынды пайдалануға қол жеткізген. 2018 жылы желтоқсан айында Көктөбе ауылдық округінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай мемлекеттік жеке әріптестік аясында салынған күндізгі емхана стационары ашылды. Еркін және бейбітшілік жерде өмір сүруіміз ол Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің жемісі екенін мәңгілікке ұмытпаймыз. Ауыл азаматтарының демеуімен ауылымызда Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне ескерткіш қойылды. 2019 жылдың мамыр айында туған жерге тағзым акциясы аясында ауылымыздың түлегі Қалиев Бауыржан
Ташкенбаевич ауыл жастарына футбол алаңын салып берді. Шынықсаң шымыр боласың дегендей, жастар жылы аясында ауылымыздың бүлдіршіндеріне ойын алаңы салынса, ауылымыздың жастарына салауатты өмір салтын сақтау мақсатында хоккей корты орнатылды.